Вау! Кстати, классно. Раздельные кровати, телек. Конечно же, балкон. Вау! Заходи. О! Я не могу, у меня сил нет. Деден, это наш номер. Жарко, жарко. Классно. На қандай керемет. Блин, Аида. Все, давай быстро пей. О, классно. И мы заказали еду. На жерде не бар, Аида, өз? Таракашки, да? Я заказала тараканы с креветками, с брокколи, жареные в сочном соусе. Аида заказала vegetables, spring rolls, да? Что-то такое. В общем, нам приятного аппетита. Нандай табиғатта. Приятный аппетит болмай, қандай аппетит болады? Күйіп кетті қап-қарап. Қалсың айтам эффект қой бұл. Ендігі ем бұйырса осындай қап-қарап бармасам Қазақстанға. Тур жайында сұрап отқан қыздар, жігіттер, сіздерге жақын арада барлығын айтамын. Көрген кезде өздері таңғалып кайф алмайды да, тоқта түсіріп алайын дейді. Ал бізде олай болған жоқ. Кәдімгідей бірінші өзіміз көріп рахаттанып телефонды ұмытып кетіптік. Бірақ сіздерді де ұмытқан жоқпын. Сіздерге де Таиландтан стористар түсіремін. Әлі бірнеше күн осында. Қайырлы кеш, барлықтарыңыз іздеп кетіпсіздер. Жора, сторис салмайсың ба, қайда кеттің деп. Біз мына жақта көп жерлерді көріп, сторис жайында ұмытып кеттік. Бірінші фокус өзімізде болды, сторисқа емес. Өйткені көп адамдар бірінші бір нәрсені, сондықтан бірнеше күн Таиландты қызықтап менімен бірге болғандай болыңыздар. Әзірге барлығы керемет. Қазір кешкі Таиландқа шығамыз. Тағы да стористар енді салатын боламын. Күтіңіздер. Сіздерге де осындай демалыс шығысты болсын. Осы сұрақты көп қойып жатыр. Әлі көрген жоқпыз ондайларды. Және де бұл қалада ондайлар көп дейді. Көрсем сториске түсіріп сіздерге саларым, бірге көреміз, иә. Әзірге көрген жоқпыз. Білесіздер, мына далада қандай бір түрлі бір иіс бар. Мен Дубайда болған кезде осы иісті сезген болатын, прям ыстықтың иісі. Енді күшті. Мен жазды жақсы көрдіңіздер. Это наш пока что улицалар. Ай, где вы? Маған салсалар ғой, мен вечно ыстық жақта тұра беретін. Өйткені ыстық керемет. Өзімді жақсы сезінемін. Мен суықты ұнатпайтын адамым да. Қазір сіздерге Таиланд түсем. Ал. Что делаешь? Вечерний Таиланд. Давай переоденемся и спокойно. Давай. Ой, қандай тыныштық. На мостике бошканский. Погода шикарная. Мы еще кешка қазір базар. Кешка базар ба? Нет, мы поедем на этот... Куда? Самая главная улица, где все развлечения. Все классно. Вечерний. Сейчас мы с Саидой покушаем и кешкі Таиландтың базарына барамыз. Сол жерден бірдеңе сатып аламыз, иә? Да. Все тогда пошли. Келіп, мына жақтан кино көрсек болады. Лежаки. Күшті, мына жер тап-таза. Пока кино көруге желание жоқ. Біз Эйр Астанамен ұшып келдік. 7 сағаттай ұшып келдік. Эйр Астана білесіздер ғой, өте керемет. Маған ұнайды, безопасно, спокойно ұшып келесің. Эйр Астанаға көп рахмет айтқым келеді. Мен тек қана сіздермен ұшамын. Және де бұл жерде, бұл отельге біз $100 депозитке қалдырасын. Сосын барып $70 визаға бердік. Еще ковидке тест тапсырғанға 35 000 теңге бердік, потому что келерде ПЦР алады.
сосын шыққан кезде ПЦР алады екен. Сондай қатал, өте документтер өте көп жинадық. Және де бұл жерге келу деген тоже кішкене қиындау. Турагентствомен барлығын реттеп келмесеңіздер қиналып қаласыз. Эдко, знаешь, все мои подписчики спрашивают, почему народу так мало? Где весь народ? В связи с тем, что сейчас новый штамм появился, омикрон, оказывается, Паттайю закрыли, Бангкок закрыли, и только для туристов открыт Пхукет, и поэтому здесь очень строгие правила, туристов мало, все боятся, и они, знаете, так осторожно всех туристов запускают, такого прям наплыва сейчас нет. Хорошо, біз ешқайда шықпадық, Аида екеуміз жауынның астында алдық. Жауын құйып жатыр, бірақ жылы қойсын, білсеңіздер, жылы. Жауын тоқтасын, сосын барамыз. Мен ойлаймын да, бөлмеде не үшін зонтиктар тұрдым, оказывается, осылай жауын болып тұрады екен, анда қатты. Ну, шық бөлмеге кіріп, пока отыра тұрайық. Таиландта бүткіл машиналар тонированный өстіп, алды арты полностью тонированный екен бүткіл машина. Көшелерінде обычный көше, қарасаңыздар, магазин іздеп жүрміз. Қазақпыз ғой, түнде қарны ашып кетті. Нан мен сүт іздеп жүрмін. Басым ауырып кетті, чай с молоком ішпесем болмады, что-то. Китайский вообще түсінсем бермасын. Код это понятно. Вообще бір таныс нәрсе жоқ қой мұнда. Аттары бар ғой, бір түрлі. Ну, Pringles, білеміз. Көреген жеп, бөлмейтін шығармыз. Осыны көреген не болса да. Мына жерден сүт алайық десек, чайға сүт беріңіздер десек, чайға жоқ, кофеге бар дейді да. Сонымен мынандай бір некені алайық деп отырмыз. Ойбай. Мынау мед. Мынаны көрейік. Білесіме даже кішкентай магазиннің ішінен бәрін алғым келеді ғой. Денеге жіберіп жағатын кремдері қандай, сүттері қандай, чипсылары қандай, бәрінің дәмін көргім келеді. Қызық, басқа мемлекетте жүрген деген осы шығар. Біз қайттық, магазиннен алатын затымызды алып. Мына жақта елдер шулап. Жаңбырдан кейін ал. Түсіндіңіздер ғой, Анандай. Короче, анау кетіп барады ғой. Қайдасыз? Ана кісілер. Мен түсіргенді қарап жүрмін. Орай, тема болып тұр ғой, тема. Ал Аидко шешеміз. Аида ақылды бұл, өзі гид, өзі прям переводчик, красотка. Ой, жаным сол. Жақсы көремін сені. Қазақстан стart кофе етеміз, ертең күніміз пляждан басталады, Аида? Сначала на пляж, потом ертеңге жоспар көп. Енді ұйықтамасақ сторис түсіре береміз, жоқ, сюда? Ты же наша. Нет, негізі карантин болғандықтан адам аз, барлығы көп жабылып қалады екен. Сағат
11-12-лерге уже жабық. Бірен-саран жерлер ғана ашық екен, сондықтан карантин болғандықтан солай болады. Бірақ ертең бар ананастың ішіне құс тұсаған деген тамақ Олжас пен Асыл абыланың сторисынан көретін, сондай сияқты бірдеңке ау деймін, бірақ желім кетті. Біртүрлі көрінеді екен, жареный емес, везде. Ертең тілдерін жаттап үйрену керек. Сәлем, қалайсыздар, ас болсын деген тай тілінде қалай болады екен. Өйткені олар біздің сөздер біледі. Как там она говорила? Подойди сюда, подойди. Как она говорила? Не помню, как так говорила. Подойди сюда. Казахи, да? Или что-то? Казахстан. Казахстан, подойди сюда, деген.